Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын пирог пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керек құрамның барлығын видеоның астына жазып боламын. Алдымен бізге ерітілген майымыздың үстіне қантымыз саламыз да жақсылап араластырамыз. 2 сарыуызды салатын боламыз. Ақуызды салмаймыз. Жақсылап араластырамыз. Біртіндеп үстіне ұн салатын боламыз. Ұнымыздың үстіне қопсықыш салып қойдым. Алдын ала електен өткізіп аламыз. Басында шаңғышқының көмегімен осылай араластырып аламыз. Одан кейін осылай қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз осылай жұмсақ болып шығады. Одан бірден өзімізге керекті формамызға салып, орналастырып аламыз. Жарты сағатқа тоңазытқышқа қатырып қоямыз. Начинкасын дайындайтын боламыз. Салмасын бізге алма қажет болады, ірімшік қажет болады. Қантымызды ірімшігіміздің үстіне салатын боламыз. Мен аз салатын болам, өйткені менің ірімшігім тәтті. Егер сіздердің ірімшіктерден сәл қышқылдау болатын болса, қантты дәміне қарай салатын боламыз. Өте көп салып қоймаңыздар, тәп-тәтті болып кетеді. Осылай араластырып алғаннан кейін үстіне ванилин саламыз. Салмасаңыздар да болады. Алмамызды турайтын боламыз. Орта жағын тазалап аламыз. Өте үлкен қылмай, орташа қылып түрпіштеп турайтын боламыз. Онда менің алмам тәттірек болғандықтан мен бір ас қасық қана қант салатын болам. Егер сіздердің алмаларыңыз сәл қышқыл болатын болса, 2 ас қасықтан дәміне қарай салатын боламыз қантымызды. Өте көп салу қажет емес. Онда мен корица салатын болам. Корицамен дәмі өте ерекше болып шығады. Корица салмасаңыздар да болады. Қамырымыздың үстіне 1 ас қасық кукурузный крахмал салатын боламыз. Қамырымызға алмамыздың суы өтіп кетпес үшін осылайынан жағып шығамыз. Одан кейін бірінші салмасына ірімшік салатын боламыз. Ірімшіктің үстіне алмамызды орналастырамыз. 180 градуста 20-25 минут пісіретін боламыз. Шетінде қамырлар қызарғанға шейін пісіретін боламыз. Қамырымыз пісайын деп қалған кезде меренгеге кірісетін боламыз. Ең маңыздысы біздің осы жерде ыдысымыз, миксеріміз құрғақ болу керек. Бағана алған сарыуызымыздың 2 ақуызын осы меренгеге қолданатын боламыз. Егер де сіздер көп миксерлеп жататын болсаңыздар, сіздің нелеріңіз қою болмайтын болса, ондаша сіздерде су тамшылап кеткен деген сөз, су болды деген сөз. Ондаша олайда қамырымызды бетіне құя салсаңыздар да болады. Негізі біздің масса осындай болып шығу керек. Мен осындай насадкамен әдемі гүл жасайтын боламын. Егер сіздерде бұндай насадка болмаса, ондаша осыны бетіне салып, шаңғышқының көмегімен әдемі де узорлар жасасаңыздар болады. 180 градуста 10 минут пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.